Ассалаумағалейкум көпшілік. Бүгін дюймді қалай миллиметрге айналдырамыз. Жалпы өлшемдер не дюйм, не миллиметр болып келеді. Миллиметр. Бұл мысалы дюймнің белгісі бұл. Бір дюймда 25,4 миллиметр бар. Бұл тұрақты коэффициент, өзгермейді ешқашан. Осыны мысалы мына каскетті алайық. Сіздерге көріне ме? 3,4 дюйм деп тұр, иә? Бұны қалай есептейміз? 3,4 дюйм қанша миллиметр болады? Ол үшін бұл төртті тұрақты коэффициент 25,4-ке бөлеміз төртті. Және де одан шыққан санды, бұл 3-ке көбейтеміз. Сонда шығады 25,4-ті 4-ке бөлгенде 6,135 шығады. 6,135-ті көбейтеміз 3-ке. Бұл екеуін көбейткенде 19,105 шығады. 19,105 миллиметр. Дюймді миллиметрге осылай айналдырамыз.